Ақшта қаза болған 2 жасөспірімнің Қазақстанда туғаны расталды. Есімдері де белгілі. Олар 1997 жылы туған Көктиев Тимур Даниярұлы және 1999 жылғы Әбдірахманов Дамир Дулатұлы. Асырауға алынғаннан кейін оларға Карлсон Тори Тимур және Карлсон Куин Дамир деген жаңа есімдер берілген. Екеуі де Көкшетау тумалары. Щучинскідегі балалар үйінде тәрбиеленген. Қазақстаннан 5 және 3 жастарында асырап алынған. Бұл ақпараттарды бізге еліміздің білім және ғылым министрлігінің өкілдері берді. Көктиев пен Әбдірахмановты асырап алу туралы Ақмола облысы Щучинск аудандық сотының шешімі 2002 жылы айында заңды күшіне енген. Америка Құрама Штаттарының азаматтары Карлсон Терри Уильямс және Карлсон Лана Джейн асырап алу кезінде Сиэтл қаласында тұрған. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі өз тарапынан бұл оқиғаның барысын қатаң бақылауына алып, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігімен бірлесіп жұмыс жүргізетін болады.